Желтораңғы Шерігүл, Жетісуға белгілі Қонаевтың отаны, жарқыраған ел күні, жарты Европа сиярдай даласының кеңдігі. Бақ тарыған Балқаш ауданы, Бақанас орталығынан 100 шақырым жерде орналасқан Желтораңғы ауылы. Көненің көзіндей, тарихтың өзіндей болған жәдігерлерді жинақтап жүйелеу, оларды келешекке сақтап жеткізу, өзге жұртқа барымызды көрсетіп, насихаттау абыройлы міндеттің бірі деп тұңғыш президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев айтқандай, осы өңірдің тумасы, Жетісу өңіріне аты белгілі болған ақын Бигелді ұлы Балтағұлдың ескерткіші. Алланың өзі де рас, сөзі де рас сөз еш уақытта жалған болмас. Көп кітап келді Алладан, оның төрті, Алланы танытуға сөз айырмас деп, абайын таныған қазақтың Алласын танымауы мүмкін емес деп айтқандай ауылымыздың мешіті. Ер есімі ел есінде ауылымыздың паркі. Ұлы Отан соғысының ардагерлеріне арналған мәңгілік алау ескерткіші. Мектеп ауласы, сыртқы көрінісі. Алтын ұя мектебім, Ділмұхамед Ахметұлы Қонаев атындағы орта мектептің музейі. Ұлыларды ұрпақ үшін ұмытпа, Димаш ата ел есінде, ел бақытын, өз бақытын деген ер. Сұлу тораңғы қызыл кітапқа енген қазақ халқының атам заманнан орнығып, өмір сүріп жатқан жерінің аумағы, көлемі, осы өмір сүріп жатқан ата мекеніміздің өзен көлі, тау тасы, жер атауларының әр қайсына ат қойып, айдар тағу жай ұқыпты ғана емес, шебер болғандығын көреміз. Оның айғағы ауылымыздың Желтораңғы атауы бәлкім осы тораңғы ағашына қатысты айтылған шығар сірә. Табиғаттың өзі нұрын сүрген жер Желтораңғы байлығы, орман тоғайы, аң құсы, адамдары дарқан берекелді, ауыз бірлікті, ұйымшыл, қазақтың әдет ғұрпын, салт дәстүрін толық сақтаған, қаймағы бұзылмаған ел. Мысалға, Оршыққан, Тұздыкөл, Жетіқарын, атаның сөресі, Жалдыбай көлі. Менің ауылым, менің мақтанышым.